Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Ақ сарбаз, өрлеушілер. 6 саты адамдары уақыттың негізгі бөлігін астрал және ментал дүниелерін мекендеушілермен ашықта тату қарым-қатынас жасауға арнайды. Рухани өрлеудің бастапқы кезеңдерінде параллель дүниелермен қатынасқа түсуші түнек күштерінің тегеурінді қарсылығына ұрынады. Олар әдетте бөтен ой тықпалау арқылы шатастыруға тырысады. Қара ниеттілердің кедергілерін ажырату қиын емес. Өйткені ғарыш шайқасында жеңіліс тапқан сайтаншылар қуаттың аздығынан астралдағы тозақтың төменгі қабаттарын ғана қадағалай алады. Энергетикалық әлсіздігіне орай олардың ұйқыдағы жанға жолдайтын елестері сұрғылт реңге ие. Болашақта болуы мүмкін бақуаттылық, пендешілік, арман кейпіндегі бұл елестер бір қарағанда жақсылық болып қабылданатын жабынға оралып көрінеді. Бұның бәрі эволюциялық тұрғыдан шикі адамдар түсетін тұзақ үлгілері. Биік дүниелермен қатынасқанда өрлеуші нұрлы бейнелерді көреді. Өзінің өткені мен бүгіні жайлы көбінесе өзіне жақпайтын, алайда нақты да шынайы мәлімет алады. Рухы күштілер ғана өздері жайлы аяусыз шындықты қабылдай алады. Мұның сүрінгенге кінәсін мойындатып, болашақта қандай қиындықтар күтетінін білдіріп тұрған шын әділет екенін түсінеді. Бұдан әрі жоғары өрлеген 6 саты адамдары енді кармалық шиыршықтың әуірірек орамдарына еніп, кармалық дос, әріптес, сүйген жандармен кездеседі. Содан әрі өрлеуші параллель дүниелердің жоғарғы деңгейлерімен тұрақты байланыста болып, олардың әсем әлемін түсінеді. Адамның биік күштермен қатынасқа түскендігін, жолыққан жанның аса үлкен қуатқа ие болу себебінен нұрға шомылып жарқырап тұрғандағы айғақтайды. Параллель дүниелердегі жаһандық, тіпті ғарыштық маңызы бар кармалық әрекеттер осындай қуатпен қамтамасыз етілгенде ғана физикалық дүниеде кейіптеле алады. Астрал дүниеден таяу келешекте болатын өзіне қатысты оқиға жайлы мәлімет алған адам сақ болуы керек. Егерде 6 саты адамы өзі қаламаған оқиғаны болдырмауға тырысса, мысалы астрал дүниеде болып кеткен оқиғадан бас тартса, онда параллель дүниелер арасындағы себеп-салдар байланысы бұзылады. Астрал жоспардан болар болмыс ауытқудың өзі әуелі жергілікті ауқымдағы катаклизмдерді туғызуы мүмкін. Бұдан тиісті қорытынды шығарылмаса, апат аймағы бұрынғыдан бетер ұлғаюы ықтимал. Егер өрлеуші жоғарыдан түскен пәрменді бұлжытпай орындаса, оған еш қауіп жоқ. Ол енді кармалық жоспардың бір бөлшегіне айналады. Бұл жолда өрлеушінің өз мүмкіндігінің шегіне жетіп, ары қарай жылжи алмайтын кезі болады. Бұндайда пайда болатын рухани даму шыңына жеттім деген ой жаңсақтық. Бұл қордаланған білімді жүйелеу, келесі өрлеу алдында күш жинау үшін қажет кідіріс қана. Алайда ақиқаттың бір бөлігін меңгерген жан үшін бұл кідіріс заңды жолмен еленген білім ізін басып, соңынан келе жатқан өзі сияқты өрлеушілерге беріп болғанша созылуы мүмкін. Бұрынғы сатыларда йог трансы, кейбір шығыс жекпе-жегінің психофизикалық жаттығу арқылы астрал дүниенің төменгі деңгейлеріне рұқсатсыз күшпен енушілер болады. 6 саты адамдарының бұдан айырмас параллель дүниелерге жоғарының шарықтауымен одақтасу үшін сапар шегеді. Ауыр карма қарыздарын өтемей, медитациямен айналысушының еш мәні жоқ. Ол рухани жолдағы жай көмекші құрал ғана. Ізгі ой ақ көңілден туындап, қайырымды істермен бекігенде ғана ментал, астрал және физикалық дүниелердің үш бірлігі іске асады.
Астрал дүниеге магия арқылы кіру үлкен қылмыс. Магияның ақ-қара болуының мәні жоқ. Олардың бәрі сайтаннан. Психотроптық құралдарды немесе есірткілерді де пайдалануға болмайды. Бұл тәсілдер арқылы тіршілік иесі астрал дүниенің ең төменгі деңгейлеріне ғана күшпен кіріп, өздерін ауыр кармаға душар етеді. Және келесі ғұмырында санадан айырып, өткен ғұмырының психофизикалық қабілеттерін пайдала алмайтын болады. Эволюциялық тұрғыдан жете дамыған адамдар астрал дүниеде қатысқан оқиғаларын естерінде сақтай алады. Бұл білім оларға физикалық дүниедегі оқиғаларды көп жыл бұрын болжауға мүмкіндік береді. Ментал дүниесіне шақырылғандар мыңдаған жыл өткесін болатын оқиғаларды көреді және құдіретті күштердің рұқсатымен сенушілерге келешек сырын аша алады. Пайғамбардың айтқанының бәрі нақты мәліметтерге сүйенеді және негізінен физикалық дүниеде іске асады. Астрал және ментал дүниеден ақиқат алмай, бұндай білімге ие болу мүмкін емес. Себебі физикалық дүние заңы бойынша нақты болжам жасау мәліметтің жағдайға сай жеткілікті мөлшерін қажет етеді. Ментал дүние, яғни ой дүниесімен қатынасы бар адамдар неше түрлі ілім мен діндер арасынан, олар әжептәуір әдемі және логикалық жағынан мінсіз көрінсе де, жалған ілім мен шын ақиқатты ажырата алады. Ұйқыдан оянған адам бейсаналы түрде жаһан құрылымының заңдары жайлы шын білімнің бір бөлігін жадында сақтап қалады. Бұл білім адамға физикалық дүниеде эволюция деңгейіне сәйкес ментал дүниеден қабылдай алған білімді таңдауға мүмкіндік береді. Эволюция барысында ментал дүниенің биік деңгейлерімен ылғи қатынасқан адам тәңірлік махаббат дүниесімен қауышып, бір жаратушыға деген сенімге ие болады.